Балалар, бүгін біз жаратылыстану бірінші сынып 30-шы сабақ дыбысты қалай пайдаланады сабағын өтетін боламыз. Сабақта сен жануарлардың не үшін дыбыс шығаратынын білесің. Бірінші тапсырма, жауап бер. Балық аулау кезінде неліктен жоламау керек? Себебі балық шулаған кезде қашып кетеді. Себебі олар өзінің ауланатынын біледі. Неліктен масаның ызының қасымызға жақын ұшып келгенде ғана естиміз? Себебі масаның ызыңы қатты емес. Тоқылдақты дыбысы неге ағаштың кез келген жағынан естіледі? Себебі тоқылдақ ағашты қай жақтан қасса да сол жерден дауыс шығарады. Екінші тапсырма, сарыстыр. Арыстар мен сарышұнақтың дауыстарының қандай айырмашылығы бар? Суретте жануарлардың дыбыстарын бір-бірімен салыстыр. Бұл бізде әбжылан, ал бұл арыстан. Біз арыстан мен сарышұнақтың дауысын айтып берейік. Арыстан дейтін ол қатты ақырады, ал сарышұнақ ол дейтін ақырмайды, ол жай дыбысын шығарады. Үшінші тапсырма, тарда. Егер Қазақстан даласын мекендейтін өте жүйрік жануар, неліктен оның құлағы өте үлкен әрі қозғағыш болады? Мына жерде егіктің суреті тұр, міне. Өздеріңіз көріп тұрғандай, себебі ол құлағы дейтін үлкен болған соң, құлағы өте үлкен болған соң ол дыбысты қатты естиді. Және өте тез жүйрік жануар. Ал бұл бізде ит. Барлықтарымыз итті білетін шығармыз, иә? Ендеше келесі тапсырмаға өтейік. Балалардың көбі адам ести алмайтын дыбыстарды естиді. Мысалы, циркте аң үйретуші тек иттер ғана еститін ысқырықты пайдаланады. Неліктен? Ойыңды түсіндір. Себебі иттер мына жерде жануарлар көп адам ести алмайтын дыбыстарды естиді деп жазылыпты. Сондықтан ол тек қана үйретуші ысқырықпен ысқырады. Бірінші келесі тапсырмаға кеттік. Жануарлар қай уақытта және не үшін дыбыстайды? Мына жерде бізде құстың дауысы шықылдықтайды. Сәйкестендіру, бұл бізде ит үреді, сиыр мөңірейді, құс қауіп туралы белгі береді. Ал мысық өз мекенін қорғайды. Піл шықылдақтайды. Келесі тапсырмаға өтейік. Сен білесің бе? Көк киттер бір-бірімен дыбыс шығару арқылы сөйлеседі. Олар бір-бірін 1600 километрден бастап астам қашықтықтан естиді. Әр дыбыстың қаттылығы реактивті ұшақтың дыбысынан да күшті болады. Есте сақта. Дыбыстың қаттылығы арақашықтықта байланысты болады. Төмен дыбысты жоғары дыбысқа қарағанда алысқа жақсы жетеді. Ал балалар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Сабақ ұнаса, келесі видеоларды көруді менің каналыма кіріп көрсеңіздер болады. Ал ендеше сау болыңыздар. Арнаға лайк басып, комментарий жазып, колокольчик басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.